Баршаңызды келген Рамазан айымен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын деп тілеймін. Бүгінгі жасайтын бәлішіміз карамельный деп аталады. Жаңа рецепт. Ауызашар беріп жатсаңыз, осы бәлішті жасап көріңіз. Қонақ жиі шақырғандықтан басқа да пирогтармен қонағымызды таңалдырғымыз келеді де тұрады. Ол үшін менің арнама өтіп, плейлист бөлімін бассаңыз, торт, пирог, конфеты деген плейлист тұрады. Соны бассаңыз, менің басқа да пирогтардың рецептімен таныса аласыздар. Әдеттегідей алдымен қамырынан бастаймыз. Ол үшін 200 грамм ұнға шым-шым тұз, 50 грамм қант немесе қант ұнтағын және 1 шай қасық қосып қосып, құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Оған 100 грамм сары майды қосып, видеода көрсеткенде қолымызбен крошка жасаймыз. Сары май салқын тоңазытқыштан жаңа шыққан болуы керек. Ұнтақ жасап алған соң 1 жұмыртқаны қосып, қамыр елейміз. Артық ешнәрсе қосудың қажеті жоқ. Мен көрсеткен рецептпен жасасаңыз, әдемі қамыр еленіп шығады. Рецебін осы экранға немесе видеоның астында описание бөлімінде қалдырып қоямын. Мінекей осындай әдемі болып қамыр шығады. Оны целлофанға орап тоңазытқышқа қоямын. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. 200 грамм сливкиді кішкене взбивать етіп аламыз. Сливки 33% болуы керек. Сливкидің орнына 15%-дан жоғары қаймақ қолдансаңыз да болады. 2 дана жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластырамын. Үй температурасында тұрған қойылған сүтті, яғни вареный сгущенканы қосып араластырамыз. Немесе қысқа толқынды пеште кішкене жұмсартып алсаңыз болады. Қойылған сүтті ұсақ түйіршіктелгенше араластырамыз, яғни аздап іртік-іртік болып тұрады. Қамырдың екі шетіне де ұн себе отырып, қамырын жақсылап жайып аламыз. Формасына салған соң, артық шығып қалған жерлерін кесіп алып тастаймыз, жетпей қалған жеріне жалғап қоямыз. Салмасын салған соң, тағы да артық шығып қалған жерлерін кесіп алып тастаймыз. Сосын қолымызбен ақырын басып, шетін жұқартамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 35-40 минутта пісіреміз. Бірінші 35 минутқа қойып көріңіз, беті қатты көтерілмеуі керек. Қарап тұрыңыз, қатты көтерілсе түрін құртып аласыз. Бізге әдемі болып пісуі де маңызды. Бұл бәліш өте нәзік болып піседі. Піскен соң бөлме температурасында суытып, әбден суыған соң тоңазытқышқа саламыз. Негізінде ертесінде жеген дәмдірек болады. Біз әрине суыған соң шыдамай, сол арада жартысын шаймен жеп қойдық. Өте нәзік дәмді бәліш сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.